Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздер мен Мансия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында дайындауға болатын өте оңай әрі дәмді балмұздақтың рецептісімен бөлісемін. Қажетті ингредиент тек екеу, бұл банан және де сүт. Шоколадты түрін дайындау үшін какао қоссаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, видеоны соңына дейін қарамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркелуге шақырамын. Бұл жерден сіздер көптеген дәмді, оңай және тез дайындалатын рецепттер таба аласыздар. Балмұздақтың кремді түрін дайындау үшін бізге мұздатылған банан, 2 банан және де сүт қажет болады. Бананды алдын ала мұздатқышқа 3-4 сағатқа қойып қойыңыздар. Кейін мұздатқыштан шығарып, 1 ас қасықтай сүт қосып, блендермен өткізіп алыңыздар. Сол кезде біздің балмұздағымыз дайын болады. Осы жерде біздің балмұздағымыз дайын десек те болады. Егер де сіздерге осындай жұмсақ түрі ұнаса, осылай жей берсеңіздер болады. Немесе ыдысқа салып, қайтадан мұздатқышқа 1,5 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Маған жаңғақтар қосқан ұнайды, сондықтан мен ұсақталған жаңғақтармен әсемдедім. Сіздер өз қалауларыңызша жеміс-жидек немесе жаңғақтар қосып жіберсеңіздер болады. Енді балмұздақтың шоколадты түрін дайындайық. Ол үшін бізге мұздатылған 2 банан, 2 ас қасық сүт және 3 ас қасық какао қажет болады. Дәл біріншісін дайындағандай блендерден өткіземіз. Маған балмұздақтың жұмсақ езілген түрі ұнайды, сондықтан мен мұздатқышқа салуды жөн көрмеймін. Осындай түрімен де өте дәмді. Балмұздақтың бұл түріне де мен ұсақталған жаңғақтар қостым. Сіздер де қосып көріңіздер, өте дәмді шығады. Қаласаңыздар, мұздатқышқа 1,5 сағатқа қойып қойыңыздар. Мінеке осындай балмұздақтың 2 түрін дайындадық. Үй жағдайында өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді, жаңғақтар қосылған соң дәмі мүлдем керемет болып шығады. Достар, бүгінгі видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Міндетті түрде қоңырау жаны басып, осы жерден все дегенді таңдауды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің жаңа видеоларымнан сіздерге уведомление келіп тұрады. Және де менің каналымда көптеген плейлисттер бар. Бұл жерде ПП немесе ПП емес көптеген тағамдардың рецептісін таба аласыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видео рецепт сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сіздермен болған Мансия. Ас болсын.